Қыздар, сәлем. Көңіл-күйлерің қалай? Өте керемет, өте жақсы. Бүгін қарап отырсам, Романс Ди Арт Сан көйлектер салонына келген екенсіңдер. Бұл жақта не болып жатыр? Толығырақ айта кетсеңдер. Жалпы бүгінгі күн өте жақсы өтуде. Жұбанов аруының, яғни бүгінгі той көйлектерімен түсірілім өтіп жатыр. Қыздар, бәріміз білеміз, осы Жұбанов ару сайысына 3 апта ғана уақыт қалды. Қалай ойлайсыңдар? Толық дайындалып бітуге сендерге 3 апта жеткілікті ме? Әрине жеткілікті деп ойлаймын. Егер де адамның ішінде қалауы болса, әрбір адам ол нәтижеге жетеді деп ойлаймын. Дұрыс айтасың, тек қана жан қалауына байланысты дейсің ғой. Қыздар, осы сендерге Жұбанов ару сайысы қандай тәжірибе алып келіп жатыр? Өте көп тәжірибе әкелуде. Мен өзімді сахна мәдениетіне үйретіп, және де одан әрі дамытып, және нығайту үстіндемін. Маған осы көпшілік ортада қалай жұмыс істеу керек екенін біліп жатырмын, және де өзімді жан-жақты дамыту үстіндемін. Керемет. Қалай ойлайсыңдар, осы киіп жатырған көйлектеріңнің ішінде өздеріңе қатты ұнаған көйлек бар ма? Иә, болды. Мен оны жаңа суретке түскенде киіп түстім. Өте жарасымды, өте ашады мені, ұнады, және суреттерді күтудемін. Қыздар, бүгін сендермен қызықты әңгіме дүкен құрдық. Сұрақтарыма жауап беріп, уақыттарыңды бөлгендеріңе көп-көп рахмет. Байқауда сендерге тек қана сәттілік тілеймін. Рахмет көп-көп.